Honor смартфондары бізді шабуыл жасап жатыр. Honor 70, 90, X9A, Honor X7A, Honor X9B, енді Honor X7B-ға жеттік. Бағасы 100 000 теңге. Өте жіңішке смартфон, 108 мегапиксельді камера, оған ең үлкен аккумулятор қосыңдар, сол туралы бүгінгі видеоны айтылады. Ал сен лайк бас және каналға тіркел. Техника туралы қазақ тілде осы YouTube каналда көресің. Дизайннан бастайық. Сыртқы дизайны, яғни 3 камерамен жарқылды қоршаған екі шеңбері бар. Ол Honor 70, Honor 90-ға ұқсайды. Шын айтсам, көбісінде осындай дизайн. Тренд десе де болады. Салмағы 199 грамм, басқалардан айырмашылығы жоқ шығар. Бірақ жіңішкелігі 8-24 мм. Ол уже басқалардан өзгеше. Мұндай жоқ шығар ешкімде. Стерео динамиктері қатты шығады. Үстіңгі динамигі, оны дұрыстап қарасаңдар, мына динамиктері осында орналасқан. Музыканы қатты қоссаң, максимум қоя алмайтын шығарсың. Құлағыңа ұрады. Тек динамик үшін Honor X7B-ні алуға болады. Бағана айтқандай дауыс қатты шығады. Міне қазір орташа шығып тұр. Бірақ көп телефонның минустары ойнаған кезде бүйтіп жабылып қалуы мүмкін, дауыс шықпай қалады. 100 000-ға ешкімде осындай динамик жоқ шығар. Саусақ сенсоры басты батырмада. Жылдам ашылады, миллисекунд десе болады. Ал ол аз болса, астында мини джегі бар. Міне қараңдар. Кімде үйде осындай сымды құлаққап бар? Комментарийге жазыңдар. Түстерін таңдаңдар. Мұздай ақ, жасыл, түндей қара. Дисплей 6,8 дюйм, 1080-де 2412 пиксель. Экран жаңару жиілігі 90 Гц. Экран жарығы 700 нит. Бұл бағада Honor X7B ең жарығы жоғары смартфон десе болады. Дисплей өте контрастты және көзді көк түстен қорғайды. Жалпы 100 000 теңгелік қай смартфонмен мына смартфонды салыстыруға болады? Шын айтсам, мен білмедім. Ал сен қалай ойлайсың? Комментарийге жазшы. Операциялық жүйесі Magic OS 7.2 және Android 13-де құрастырылған. Бұл Magic OS-тің жақсы, бекерден бекер смартфонды қинап, ауыртып, мусор жинамайды. Жоғарыдан төмен саусақпен жүрсеңдер, инструмент шығады. Егер сол жақпен жүретін болсаңдар, хабарландыруыңды көре аласыздар. Ал оңнан солға жүргізсеңіздер, қосымша панель ашылады. Бұны өзгертуге болады. Яғни операциялық жүйесін мақтағым келіп тұр. Егер көп ойнамасаңдар, егер сындырмасаңдар, яғни лақтырмасаңдар, 4 жылдан асуы мүмкін. Процессоры Snapdragon 680. Ойынға арналмаған, бірақ Free Fire'ды 3 партияда ойнадым, сол кезден бастап қыза бастады. Snapdragon 680 аз деп ойламаңдар. Бұрын ол 12 нанометрлі болса, транзисторлері, қазір ол 6 нанометрлі. Видео картасы Adreno 610, оперативті жады 16 гигабайт. Ішкі жады 256 гигабайт, яғни күші де бар, көп және көп ақпарат сияды. Егер Antutu тестпен салыстыратын болсақ, 307 000. Ол көп, өйткені бұндай сандарды көрсете алатындар смартфондар минимум 150 000 теңге, 200 000 теңгедей тұратын смартфондар. Ал егер Geekbench 6 приложениемен қарайтын болсаңыздар, мұны қараңдар, бір ядралы процесте 304, көп ядралы 1200. Кімде қандай жарыссақ болады? Бағасын жаз және сенде қанша көрсетіп тұрғанын жазсаң болады. Және маған ұнағаны ол throttling тест. Қараңыздар, бұл смартфонға күш түседі және ол смартфон өзінің қандай екенін, процессоры қандай екенін көрсетеді. Яғни бұл егер қызыл болса, жаңағы графикті төмен түссе, ол қатып қалуы мүмкін деген сөз. Немесе барлығы қызыл болса, ол өте жаман деген сөз. Енді бұда қараңыз, бәрі жап-жасыл, соншама жақсы, 80%-ке жетпеген ғой. Не деген көрсеткіш? Енді мен таңғалдым, білмеймін, сен қалай таңғаласың. Камерасына келсек, 3 камерасы бар. Негізгі камерасы 108 мегапиксель, одан кейін кең бұрышты 5 мегапиксель, одан кейінгі артын бұлыңғыр ететін 2 мегапиксель. Енді соңғы екеуін мен көбінесе айтпаймын. Қараңдар, 108 мегапиксель, бірақ оны шын айтсам қосу керек. Мысалы, камераны ашасыңдар, және мына ешоны басып, ішінде Hi-Res деген бар, Hi-Resті басасыңдар. Айырмашылық қандай? Қараңдар, егер Hi-Resті қоспасаңдар, 108 мегапиксель қосылмайды, яғни фотоларыңыз 4 мегабайт болуы мүмкін фотоға түскен кезде. Ал егер сіз фотоға түсіріп, жаңағы Hi-Reспен
сосын сол суретті қарасаңыздар, ол 20 мегабайт болуы мүмкін, яғни 5 есе үлкен болады. Бірақ фотосы өте сапалы болады. Кіп-кішкентай детальдар көрініп тұрады. Міне мысал көрсетейін, қараңыздар. Мынау, міне 22 мегабайт, 23 мегабайт. Бұл хайреспен түскен. Енді қараңдар, мынау 4:7, бұл хайреспен түспеген. Енді сапасын көрейік. Қараңдар, мынау қаз, жақындап көрейік. Міне, мен максимум жақындатқан түрім бұл қаздың толық беті десе болады. Фотоға түсіріп алайын, скрин жасап алайын. Міне, скрин жасап алайын. Енді хайресті көрейік. Мынау 23 мегабайт, яғни бұл хайреспен түскен. Қараңдар, жақындатсам, жаңағы қазды жақындатсам, міне көрдіңдер ме? Міне, не деген сапа десеш. Міне осылай жақынырақ көрсе болады. Кез келген деталін жақынырақ көре аласың. Егер аккумулятор маңызды болса, мынау Honor X7B батареясы 6000 мАч. 6000. Қай смартфонмен салыстырса болады? 6000 мен. 2 жылдай бұрын бір кісі менен сұрайды, қай смартфонда 6000 мАч, яғни қай смартфонның батареясы көпке шыдайды деп айтты. Мен іздеп әзер 6000 мАч смартфон тауып бердім. Ол Samsung-тың арзан телефондардың бірі. Соны алды. Яғни аккумулятор үшін алатын болсаңдар, енді мынаны арзанға алуға болады. Кейбір адамдар басқа брендтермен шатастыруы мүмкін. Енді шатаспас үшін мен түсіндіріп айтайын. Бұл смартфонда YouTube бар, Google бар, Play Market бәрі бар, бәрі істейді. Қолдансаңдар болады. Мен ылғи Honor смартфондарын мақтаушы едім. Олар әдемі болады, сапалы болады, және қараңыздар, бағасы қолжетімді. 100 000 теңге тұрады, 100 000 теңге тұрады. Енді ерінбей өз ойыңды жазшы. Ұнады ма? Ұнаса қай жағы ұнады? Басқа сұрақтар болса комментарий жаз.